Сәлем достар. Күлкі адам өмірін өзгертеді дейді. Егер осы дерек рас болса, онда бүгін біздің өміріміз 1 секундқа болса да ұзаратын болады. Өйткені бүгін Атырау облысында Махамбет Өтемісұлы атындағы Қазақ драма театрында жылдағы дәстүр бойынша жайдарманшылар арасында 3-ші жыл қатарынан әкім кубогы ойнатылуда. Бұл жайдарманға 7-1 команда қатысып, өздерінің бақтарын сынауда. Экспо 2017 көрмесі Димаш Құдайберген концерт алдында. Кім Димаш Құдайберген сахнаға шыққанда қатты бақырмаш қасқа өзі құлақ қалайын деп әреңдер ана. Міне құрметті достар, біздің жайдарманшыларымыз қызу дайындық үстінде, ендеше олардың бүгінгі жайдарманға деген дайындықтарын бірге білейік. Бүгінгі ойынға деген дайындығымыз өте керемет. Біз осы ойында айлап күтіп, сол ойынға өте қатты мықты дайындалдық. Сөздің шыны керек, балалар оралды оқуатыр жұмыста. Енді осы ойынды шынымен күтіп, осы ойынға барымызша дайындалып келдік. Енді сөздің шыны керек, барымыз саламыз, сол үшін арнайы қатысып жатыр. Енді оларды адам баласы, бізде адам баласы, барымыз саламыз. Енді олар сағыз құрамасы айта кетсек, олар біздің ағаларымыз ғой. Бірақ та осындай арнайы жобаларды барымызша жеңуге тырысамыз. Бүгінгі жайдарманнан жақсылық енді бәрін жақсы, бүкіл командалардың бәрі жақсы ойнап шықса, халықтың көңілінен шықса, басты ол қалған жай. Бәрі достық. Маңызды емес кім бірінші орын, кім екінші орын. Маңызды мәңгілік достық, сол деп бағалаймын. Дайындық жақсы, өте жақсы жоғарғы деңгейде дайындалып келдік. Енді халыққа көрсетеміз, қалай қабылдайды, оны сосын көре жатармыз. Өте керемет қалай екен, қаланың тарихымен танысып шамалы, өзімен танысып, шығып, әдемі қала. Сағыз айтуға болады, жергілікті сіздердің командаларыңыз, одан кейін Грант, Орал, Боранқұл, Маңғыстау. Бәрін енді бұл жерде қатысып жатқан командалардың бәрі мықты, жоғары деңгейдегі командалар, бірақ сонда да осы командаларды мен бәсекелес санаймын өзіме. Баяғыда өмір сүрген жиренше шешен, Төле би деген кісілер бір өз заманында даналық сөз емес, қазіргі заманда асабаларға тына жазып қалып кеткен секілді. Барып келем шаруамен бір жерге. Күте давай кемпір. Кім? Кемпір. Кемпір? Кемпір ғой, кемпір. Батқауышник пе? Батқауышник ме? Осындай қызының машинасында отырған болған ма да жігіттер? Енең келіп сырға салып кетпесін? Баса бер бар, кемпір. Баса бер бар. Осындай бір қыз ұстауы керек. Нас не преследует призрак смертности. Идем тут? Мы бессмертные. Видит ладно, значит он успел. It's my time for fun, and it's my time for Бытырттың ба? Я екінші толқ. Қайда апардың? Айтшы қайда апардың? Байзасын. Қызық сол.
Байзар дейтін кеп тұр. Ішінде бір қыз тілі келмей алып тұр. Байзардың астынан әзілі бәлекет тілдері тетіп тұр. Қалай ғой? Мә, Байзар! Әзілі бәлекет сонда анкета жазылып тұрған оқи алмай тұр ма? Қалай жазып тұр? Қыз оқу керек қой негізі. Мен нағылды жазып тұр, сен айтшы. Қалай тұрсыз оқыған жақсы деймін. Мен нағылды жазып тұр ана жерде. Мына өзі сөйлемейді ме? Қандай оқу орнын бітірдің? Прикаспийский современный колледж. Мықты колледж қалай бәрі жақсы ма әйтеуір артында? Анау мынау деп әйтеуір оқуды бітірдің. Выпускной бұл. Дипломды енді алып жатқаннан кейін группалас. Не істейді ол, не істеп қойды? Адам подушам әңгіме айтып жатқанда видеоға түсіреді. Балта, сендерге әңгіме жоқ, ризамын. Осындай қиын қыстау заманында су жоқта туған балаларыңды асыраусыңдар. Шүкір. Бәрін алып бересіңдер. Компаниямен бала қоншауы, мындай құттай суыңқы, түткі бүлкі, бәрін алып бересің. Шүкір. Бірақ сендерге бір айтарым, мама. Папамен қырыла бермеш. Ұстыңыз. Не жетпейсіңдер? Жетем мен кетем. Бақтыға. Маған бәрі сендерге ат бүкілім. Осыны жоқ, мен айту керек. Бәрі. Мен қызық бақ деймін ба? Мен дұрдағы жоқ, бәрі. Сосын мама саған айтарым, қонақтық бітеді о. Содан кейін стайқан не құйып атқаны бар, шықпай отырға байқамайызды. Аузына келген оттап тіптен айтып отқанын қарасын. Әкесі отын отыр, айтпайды ғой тіпті. Мен дүнгімеймін ғой. Ғылымда шақтөре қасиеті, нұр отан ба сенің қасиеті. Ручка берген, пашка берген, пұл берген. I was wondering why did I do that to you? But you didn't wanna try, you didn't see the light, and it is over for you. Tell me why did you call me now, and I have to leave. Енді осы өзіңіздің командамен ақылдас шешім қабылдап, өзіңіздің артыңыздан жетіп жатқан команда және де аттарды бізге сәйкестендіріп, үшінші орын жиынтығы бойынша ұшақ. Just a single kiss and a gentle touch. Maybe I was wrong and you're not the one. I am free and it's my time for fun, and it's my time for fun. Бас жүлде 200 мың теңге. Оранқол алыстау. Is it true that I'm finding all in you? Is it true loving me so? Әрине, Атырау деген өзіме ыстық өткеннен деген барлық достарымның барлығы осы жерде. Атырауда КВН'да бірге жүрген достарым, жалпы достарымның барлығы Атырау қаласында. Атырау маған ыстық. Қалаға келетін болсақ, жалпы ойын туралы айтатын болсақ, ойында кейбір командаларына енді дайындық жетіспей жатты. Кейбір командаларға мүмкін білмеймін, көрерменнің шапалағы қошемет жетіспей жатты. Кішкене қысылған кездері болды, бірақ мені таңғалдырған Ару KZ командасы, қыздардың командасы. Өйткені қыздарға жайдарман ойнау өте қиын. Қыздарға әзіл айту қиын. Біздер ұлдар бір нәрсе қылып әйтеуір шығып кетуге болады, бірақ қыздарға қиын. Бірақ бүгін қыздар дәлелдеді, өте жақсы ойын көрсетті. Ұнады. Сағыз құрамасы жақсы, Боранқұлды әдемі ойын көрсетті. Бірақ Оралдың балаларына неге бермеген, енді бізде қазақта андай бар ғой, бір рет алды ғой деген бар ғой. Сол бар, мүмкін Оралдың балалары да жақсы ойын көрсетті иншалла.
достар, баршаңызға рахмет. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Жайдарманның жайдары соғыстан болып жатқанша аман сау болыңыздар.